Біздің халықтың қараңғы үңгірде қалып қойған қаламаймын. Яғни діннің уағыздарының арасы алмай, санасына барьер қойып алған қаламаймын. Осы нәрсе қылмыстылар. Ал бұлар адамның дамуына кедергі жасайды. Біздер кез келген нәрсеге күмәнмен қарап үйренуіміз керек. Күмән ізденіске алып келеді, ізденіс сізді ақиқатқа апарады. Егер біз ғылымды таңдамасақ, ғылымды таңдаған ел бізді таңдайды. Ұйқымыздан оянатын уақыт келді деп ойлаймын. Жастар тек ғылым мен білімге күш салу керек. Карл Саган айтпақшы, сонда ғана ғылым дегеніміз қараңғыда алып жүретін шам сияқты дейді ғой. Кез келген дамып кеткен елге қараңызшы, бейбітшіл, өркениетті. Жай ғана Скандинав мемлекеттерін алып қараңыз. Адамдардың 80%-ға жуығы дінсіздер, атеисттер былай айтқанда. Бірақ олар дінсіз әлемде тыныштықты қалай орнатып отыр? Олар да керек десеңіз қылмыскерлерге дейін тұлға ретінде қарайды. Осындай адами құндылықты олар ғылым мен білімнің арқасында алып отыр, дамытып отыр. Ал кез келген дінді бірінші орынға қоятын халықтар қалаңыз. Әлі күнге дейін соғыс, әлі күнге дейін нашаршылық тоқтаған жоқ. Иран болсын, Ирак болсын, Египет, Ливия, Сирия, Ауғанстан, Йемен. Дін дегеніміз жай ғана халықты тобыр етіп ұстап отыр құралы. Бірақ сіздер дамыған ел деп Арабияны алуыңыз мүмкін. Білесіз бе, ол жақта көп мәселе қанмен шешіледі. Халықтың тек қана бір ғана пайызы ғана байып шалқып отыр. Қалғандары нан таппай зарлап жүр. Аш-жалаңаш. Ал техника ғылымына келетін болсақ, техника жаңағы автокөлік болсын, жарық барлығын Европадан алып отыр. Өзі ештеңе жасап шығарған жоқ. Дін мен ғылымның сорпасы миллион рет қайнаса да ешқашан араласа алмайды. Кез келген бір ғалым, мысалы, адамзатқа пайда тигізер ғылым ашса, жаңалық ашса, діни жаңағы тарап бұл дінге қайшы деп атып шығады. Осы бізде жазылып қойған олды. Білесіз бе, бізге саналы ұрпақтардың санын көбейту керек. Ал саналы ұрпақ тек ғылым мен білім бірінші орынға қоятын елдерде ғана. Вальтердің сөзімен аяқтайын. Дін дегеніміз алаяқтар мен ақымақтар кездескен күннен басталған.